Ілияс Есенберлин, Көшпенділер романы, 3-ші кітап. Қаһар, 2-ші бөлім, 2-ші тарау. Кенесары бір қиын мәселені шешерде, қалың қабағын қарсы шауып, бір қолымен испаған семсерінің сабынан ұстап, темір торға қамалған жолбарыстай, ақ орданың ішін кезіп, ерсілі-қарсылы жүре көп ойланатын. Мұндай кезінде сұлтанның сырт бейнесі шынында да жолбарысқа ұқсас қаһарлы болатын. Желкесі күдірейіп, өткір көздері әдеттегісінен гөрі қызара түсіп, тірі жанға тіл қатпай сұстана қалатын. Осындай ашулы ойлы шағында оның үстіне ешкім батып кіре алмайтын. Өйткені ол бұл кезде жайшылықтағыдай емес, адам көңіліне қарамайтын, қатал келетін. Кенесары бүгінде осындай жағдайда еді. Полковниктің погонына тағылған оқалы көгілдір мауыты шапанын желбеге жамыла салып, 2 сағаттан бері ақ орданың ішін адымдай ерсілі-қарсылы кезіп жүр. Кеше сыр бойынан хабаршы келген. Ол Мәделіхан өзі өгей шешесі хан патшайыммен көңілдес екен. Осыдан бір бәле тумаса нетсін, деген. Және Бегдербектің әулиетаға ауысып, уақытша Ташкент құшбегі боп, ләшкердің өзі тағайындалғаннан бері о жақтағы қазақтардың күйінің бұрынғыдан да нашарлап кеткенін айтқан. Кенесарыны толқытқан осы хабарлар ма? Жоқ, олар емес. Бұл хабарлар сұлтанды қанша елеңдеткенімен, әзірге тек шығып келе жатқан шихан тәрізді. Жарылатын кезін шыдай күтуге бар. Оның бар ойы осы арада, өзінің бүгін шешетін мәселесінде. Егер оны дұрыс шешсе, бағының жанғаны, абыройы көтерілгені. Қазір соңынан ерген 50 мың шаңырақтың үстіне ертең тағы 50 мың, тәпті 100-150 мың шаңырақтың қосылуы кәміл. Ал дұрыс шеше алмаса, былтырдан бері жанын салып жинаған жұртының көз алдында үмітін ақтамағаны. Онда ертеңнен бастап соңынан ерген елдің тарай бастамасына кім кепіл? Қазақ топырлап шауып келе жатқан жылқы тәрізді. Егер жау алдына шығып, үркіте қалса, кейін қарай лап беруден тайынбайды. Онда оны ақылда, сойылда тоқтата алмайды. Сондықтан соңынан ерген жұртты ондай күйге ұшыратпау керек. Айқайсап, делебесін қоздырып, шапқан үстіне шапқызып, кездескен ойпаттан секіртіп өткізіп, қарсы келген жауды жапыртып кеткізу керек. Кенесары жігіттері осы уақытқа дейін Ташкент пен Қараөткел, Қызылжар арасындағы керуендерді талап, ырқына көнбеген кейбір сұлтандардың ауылын шауып, Чириков пен Карповтың жасақтары секілді, патша әскерлерінің шағын топтарымен ғана қағысып келді. Ал ертеңнен бастап үлкен айқасқа шықпақ. Патша әскерлерімен Россияға берілген қазақ сұлтандарына қарсы майдан ашпақ. Ол сөйтуге міндетті. Өйткені соңынан ерген жұрттың көкейкесті арманын, мүддесін еске алатын мезгіл жетті. Әйтпесе, жер суымызды, еркіндігімізді қорғаймыз деп, маңына топталған Бұхара елдің көңілі суый бастауы мүмкін. Қара қазақтың бұдан күткені ел шабу, керуен тонау емес. Үлкен іс, халықтық іс. Кенесары бұл майданда ашпастан бұрын патша әскерімен таласты соғыссыз шешпек боп, қолдан келген амалын аяған жоқ. Маңайына ақ патшадан зәбірлік жеген жұртты жинаумен қатар, мүмкін күннен күнге көбейіп жатқанымызды көріп, бізбен санасар деген де үміт те болды. Омбы бастықтарына хат үстіне хат жолдады. Ең ақырғы хатын ол шумен Сарысуды қыстап шығып, Сарыарқаның бел ортасы Қарақойын Қашырлыға көшіп келген соң, Батыс Сібір генерал-губернаторы Горчаков князға 1838-ші, яғни қазақша ит жылы, мамыр айының басында жазған. Оны Тоқтының тобылдысы мен Қазанғаптың Көшінбайы деген өзінің 2 сенімді адамы арқылы жолдаған. Хаттың мазмұны мынадай еді. Мәртебелі ұлық господин жанарал-губернатор хазіратләріне, Абылай ханның ұрпағы Кенесары Қасым ұлығынан ғарзнама. Сіздің ағзам хазіратларыңызға мағлұм қыламыз. Шүнки менің тілегім 2 патшалықтың халқы да тыныштықта өмір сүру еді. Бірақ та сіздің адамдарыңызды өз жағыма шығарып алды деп, сіз маған күмәнданатын көрінесіз. Менің айтып отырғаным мынау. Біздің бабамыз хан Абылайға тиісті жерлерде сіз дуан салдырдыңыз, және қазақ халқынан алым салық аласыз. Сөйтіп бізді қыспаққа салып отырсыз.
Біз бұған риза емеспіз, және алым-салық төлеп, сіздің қарауыңызда тұра алмаймыз. Біздің басымызға туған күн Ресейдің басына туса, сендер қандай күйде болар едіңдер? Сондықтан біздің жай күйімізбен санасуларың керек. Әрине, мен Баянауыл, Қарқаралы һәм Ақмола қазақтарын өзіме қосып алдым. Әлі де болса халқымды өз жағыма қоса берем деген ниетім бар. Алайда қазақ халқы бұрынғыша өз алдына ел болып өмір сүрсе, тіпті жақсы болар еді. Сонда ғана сіз де, біз де тыныш өмір сүре алар едік. Менің естуімше, сіздер бізді Қоқан һәм Бұхар хандығынан айыруды көздейтін көрінесіздер. Бірақ олар мұсылман заңы бойынша бізді қорғауға міндетті. Екі ел тыныш бейбіт өмір сүрсе, бәрінен де сол жақсы болар еді. Бірақ дуанбасылары ел аралаған кезінде сиязға деп сылтауратып, қазақтың жақсы ат, жақсы киім-кешектерін алатын көрінеді. Біздің мүлкімізді талан-таражға салуға тыйым болсын деген патша ағзамның заңы бола тұрса да, дуанбасылары қазақтардың айтқан арызын құлағына да ілмейді. Жуырда ғана Төртуыл болысының қазағы Азнабай мырзаның әйелін, екі келінін, қызын және бір жесір әйелді жаулап алып кетті. Бұлардың қайда екені әлі белгісіз. Сізден әрқашанда достық қатынаста тұруды көздеп, мен мына төмендегілерді талап етемін. Бірінші, Ақтау қорғанысы жойылсын. Екінші, Ақмола дуаны жойылсын. Үшінші, біздің жерімізге салынған сондай мекеме орындары тегіс жойылсын. Төртінші, қамауға алынған біздің адамдар һәм Қоңырқұлжа сұлтанға жіберілген екі адам босатылсын. Бұны иландырмақ үшін мен сұлтан Кенесары Қасымұғлы мөрімді бастым. Бұл хатта Кенесары Қоқан Бұхар хандығымен еш уақытта да бірікпейтінін біле тұрса да, генерал-губернаторға сұс көрсету үшін олар жәрдем береді деген сөзді әдейі көрсеткен. Бұл хатына да Кенесары 3 ай бойы еш жауап ала алмады. Хатта апара жатқан Тобылды мен Көшінбайды Қоңырқұлжа жағындағы көшеннің балалары ұстап алып, омбыға жаяу айдап жеткізеді. Көп кешікпей оларды соттап, Сібірге жүргізедіміз деген хабар Кенесарыға да келеді. Өзінің бірнеше хатына жауап ала алмаған Кенесары енді әбден ызаланады. Дұшпандарының қарулы айқассыз теңдік бермейтініне көзі жетеді. Енді маған қалған жол не патша үкіметіне, Қоңырқұлжа, уәли балаларына бас иіп бағынып, қалың қолды тарату, не майдан ашып, айқасып, күшпен өз айтқаныма көндіру деп ойлайды ол. Осының екіншісін қалаған Кенесары бұл айқасты қазақ даласын өзіне бағындыруда, солтүстік пен шығыстағы Россия империясының ең мықты кіндігі болған Ақмола бекінісін алудан, онымен қатар ата жауы Уәли ханның қатыны Айғанымның Сырымбет қаласындағы ордасын шабудан бастамақ болды. Кей батырлардың шабуылды Көкшетаудан бастасақ дегеніне сұлтан көнбеді. Өйткені Көкше жері ат бауырын жазып, шаба алатын жазық емес, және ар жағында омбы жақын, патша әскері тез жетуі мүмкін. Оның үстіне әкесі Қасым Көкшенің киесі ақ бураны атқан деген лақап бар. Кенесары ел қарғысынан да сескенеді. Ал Ақмола бекінісін алып, өзінің мықтылығын көрсетсе, абыройының өршігені. Біреуді мақтаса, айын аспанға шығарып, жер-көкке сыйғызбай көтермелейтін қазақ Кенесарының даңқын алты алашқа таратады. Серкеге ерген қойдай соңынан ереді. Осылай болатынына сұлтан кәміл сенеді. Оған тағы бір себебі бар. Кеше ғана хабар алған. Осы бүгін ертеңдер арқа өкіріктерінің қазақтарынан жаңа ұстап бойынша биылдан бастап салық жиналсын деген патша жарлығы шықпақ. Бұл жарлық бойынша 100 қарадан 1 қара салық алынып, егер ол ақшадай төленетін болса, жылқы басы 35 сомға, өгіз 20 сомға, қой 2 сомға бағалансын делінбек. Бұл жарлық шықса, дәтке қуат, онсыз да патша үкіметінен қыспақ көріп жүрген қазақ Кенесары жағына қойдай тоқтылады. Патшаның Көкшетау мен Қарқаралы өкірігінің қазақтары жайындағы бұл указы Кенесары көтерілісінің қызу шағында қарашаның 28 күні сол ит жылы шықты. Бірақ Ұзынқұлақ бұны қазақ аулына 2 ай бұрын жеткізді. Кенесарының да дәтке қуат көріп отырғаны да осы указ. Ал Ақмола бекінісін ала алмаса,
Соңындағы 5.000 атты әскерін қырғынға ұшыратса, онда Кенесарының артынан кім ереді? Бірден тауы шағылған жұрт басқа ұрған мал секілді шегіншектей бермек. Жауын жеңе алмайтын батыр, құр батыр, ел қорғаны емес. Сондықтан осы ең алғашқы үлкен айқаста Кенесары өзінің қамал бұзар ел бастай алатын кемеңгер екенін жұрт көзіне көрсетуі керек. Әйтпесе ол жұртты соңынан ерте алмайды. Ойлаған мақсаты хан тағына да жете алмайды. Ал мұны істей алмаса... Жоқ, қайткен күнде де Ақмола бекінісін алу абзал. Бірақ 500-ге таяу жасағы, зеңбірек карабин, іштесер қаруы бар, биіктігі 5 сажын қорғанда, жан-жағын қоршай қазған терең орлы бекіністі Қоңырқұлжа мен Қарапұшық Иван оп-оңай бере сала ма? Айлаң жетсе, бермеймін дегеніне қоясың ба? Аласың. Башқұрт Әшірап айтқан бекіністі алу айласы Кенесарының бұрынғы ойына ой қосты емес пе? Иә, сөйтті. Әттең, дүние-ай, Әшірап 2 күн өтпей жоқ жерден мерт болды. Бірақ айтқан ақылы көкірегімде сайрап тұрған жоқ па? Ай, қара өлег-ай, қолың күрзеден де ауырау. Сорлы башқұрттың мойын омыртқасын бірден үзіп жіберсің. Сәл жеңіл қимылдасаң нетті, жазығы қамал алуды үйреткеніме. Нойыс неме, менің ойымды дұрыс түсінбегенсің ғой. Саған Әшірапты ертіп жібергендегі ойым қарамайды дұрыс қайнатуды үйретсін дегенім еді. Ал сен менің бұрынғы тәсілімнен шыға алмапсың, өлтіріп жіберсің. Өлі өмір заңы, енді оқасы жоқ. Өлтіргенің дұрыста. Қарашының ақылымен қамал алғанымды жұрт білсе, менде қандай абырой қалады. Енді ол әдісті... Жоқ, ең алдымен бар батырымнан бекіністі қалай алу керек екенін сұраймын. Әрине әрқайсы әрқилы жолға сілтейді. Ең соңында барып өз ойымды айтамын. Ел бастайтын қаһарманның аузынан шығатын сөзді айтуым керек. Бұның өзі маған ерген жұрттың бірден көңілін көтеруі сөзсіз. Содан кейін мен айтқан әдіспен Ақмола бекінісін алсақ, одан артық абырой болар ма? Соңымнан ерген жұрт құрмет тұтса, хан тағының да жақындай түскені. Осыдан 3 күн бұрын Ақмола бекінісін қалай алуды ойлап, ордада жалғыз отырғанында Кенесарының үстіне Жоламан батырдың жасағынан байтабынмен бірге келген Әшірап деген башқұрт жігіті кірген. Дәулетші екеуі зеңбірек құя біледі дегеннен кейін Кенесары осы башқұрт жігіттерімен жиі кездесіп тұратын. Өзінің ордасына да әлсін-әлсін шақырып, зеңбірек құю жайын әңгімелесетін. Сөйлесе келгенде зеңбірек құюды білетін Дәулетші, ал Әшірап Салауат Юлаевтың көтерілісіне қатынасқан, белгілі жауынгерлерінің бірінің баласы болып шыққан. Әкесінің айтуы бойынша бекіністерді алудың әдісінен хабардар екенін аңғартқан. Кенесары зеңбірек құйғызамын деп бірнеше ауылдың қазан ошағын жинатып, Дәулетшінің қасына қазақтың асқан шебер 5 ұстасын қосып, қорғасынды дейтін жерден көрік ашқан. Ал Әшірапты жанына алып қалған Кенесары оған Ақмола бекінісінің қандай бекініс екенін айта келіп, осындай қамалдарды Салауат Юлай қалай алды екен деп сөз тастаған. Өздеріңіздің қандай ойларыңыз бар деген Әшірап. Кенесары жасырмаған. Қалың әскер жүздік, мыңдық саппенен кәдімгі жарды ұруға келе жатқан толқындай лек-лек боп, барынша айқайлап ұрансап, бірінің соңынан бірі қамалға шабады деген ол. Мұндай жағдайда гуілдеген, шуылдаған, атой қойған қалың топты көріп, қамал қорғаншылары шыдай алмайды. Қарадай зәре құты қашып, қамалды қорғамақ түгіл, бекініс үстінде де отыра алмай, көбіне қаша жөнеледі. Бұл әдісті ата-бабаларым ежелден қолданып келеді. Мұндай ескі әдіспен зеңбірегі бар, жақсы қаруланған әскерге толы Ақмола секілді қазіргі заман бекінісі алынбайды, деген Әшірап. Неге деп Кенесары оған тесіле қараған. Әшірап түсіндіре жауап берген. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, Ақмола бекінісін қоршап қазылған ор бар деп. Лақылдап келе жатқан сарбаздарыңыз сол орға келгенде амалсыз тоқтайды. Алдыңғы қатарын артындағы шауып келе жатқандары итеріп, кейбіреулер орға құлап, қалың қол іркіліп қалады. Дәл осы кезде қорған үстіндегі жауларыңыз 4 зеңбіректі бірдей атып, мылтық біткеннен жаппай оқ жаудырып, бар әскеріңізді жусатады да салады. Сондықтан бұл әдіс қазіргі жағдайда бекініс салуға келмейді. Басқа жол табу керек.
Қандай жол? Бекіністің ішінде ағаш үйлер көп дедіңіз ғой. Салауат Юлайұлы бір амалды осы жағынан ойлаған болар еді. Әшірап мұндайда Салауат Юлайұлы менің әкемнің айтуы бойынша былай істер еді деп өзінің ойын айтып берген. Оның айтқаны Салауат Юлайұлы ғана емес, көне сақтардың, бердектегі қыпшақтар мен моңғолдардың қамал алу әдісі еді. Башқұрт жауынгерінің ақылы Кенесарыға өте ұнаған. Шындап қимылдаса, Ақмола бекінісінің алынатынына көзі анық жеткен. Еңсесі көтеріле бастаған. Бірақ көңілінде жанын жегідей жеген бір күдік туған. Сонда қалай болады деген ол ішінен. Ақмоланы алуда менің қарашының ақылынан аса алмағаным ба? 3 күннен кейін дүлей, мылқау, алпамсадай зор денесіне қарап жұт, қара үлек деп атап кеткен Кенесарының бас жендетімен бірге тоғай ішінде қарамай қайнатып жатқан Әшірап ағаш құлап ажал тапқан. Ел болып аққа орап, Әшірапты құрметтеп жерлеген. Зират басында сұлтанның өзі де болған. Күйзеле топырағың торқа болсын деп, ең бірінші боп қашқын жігіттің жас қабіріне бір уыс топырақ тастаған. Кешір азаматым, қара үлекке ойымды анық түсіндірмегендіктен сенің ажалыңа мен айыптымын деген ол ішінен. Әшірап ажалы жайында Кенесары одан әрі қынжылмаған. Қалай қынжылсын? Қанішер Абылай атанған қанды көйлек арғатасы кісі ажалы мен қой бауыздағанды тең көрген. Бергі атасы хан Абылай құлдық кезімнің куәсі болып бетіме шіркеу келтіреді деп ажалдан аман алып шығып, ерлік жолға қайраған ораз құлды өз қолымен бауыздаған. Өз әкесі Қасым төре анасынан қолына қан шеңгелдеп туған. Осы үшеуінің ұрпағы Кенесары кімді аяйды? Ел билеймін деген адамға кейде жазықсыз ажал, жазықты ажалдан құнды. Адамды аяу әлсіздіктің белгісі деп ұғады ол. Қазір Кенесары Әшірап туралы ойлап тұрған жоқ. Сол Әшіраптың айтқанын қалай пайдалануды ақылға салуда. Оны толықтыра түсуде. Кенет сықырлап есік ашылғандай болды. Кенесары жалт бұрылды. Ойымды бұзған қандай жүрек жұтқан жан. Бәйбішесі Күнімжан екен. Бәсе, бөтен адам батып кіре алмаса керек еді. Ой үстінде отырғанда өзі шақырмаса тірі пенденің Кенесары ордасына кіруге хақы жоқ. Бұл әлі хан болмаған сұлтанның осы бастан өзін өзгеден ерекше ұстай бастаған дәстүрі. Бұл салтты Күнімжан ғана бұза алады. Ерінің түнерген қабағынан оның ашулы екенін аңғарған Күнімжан еркелей күліп: "Төрем-ау, әлгі қалай деп атап ең?" деді. "Кеңес деп пе ең? Батырлар бас қосатын жиынды. Сол кеңеске келген батырларыңның өзіңді күтіп отырғанына бие сауымдай мезгіл болды. Бармайсың ба?" Кенесары ойын бөлместен басын изеді. "Барайық." Кенесары мен Күнімжан тіркестіре тігілген ереуіл кеңес үйі деп аталатын қос ақ боз үйге кіргенде сұлтанның батырлары мен ақылгөй серіктері тегіс жиналған екен. Мұнда Наурызбай, Ағыбай, Құдайменді, кіші жүздің сыр бойындағы табын тарауынан келіп қосылған бойсапат тобылғы күрең ұзын мұртты Бұхарбай, Атығай руынан шыққан алшақ кеуделі балуан Басы Қара, Алтай руының атақты батырлары Жанайдар мен Төлебай, кіші жүздің Есентемір руынан шыққан жас Байтабын батырлар бар. Олардан басқа қарындасы Бопай, Кенесарының өзімен тетелес інісі Әбілғазы сұлтан, Нысанбай ақынмен дізелес, есікке таман қойылған қазақы дөңгелек столдың жанында қолына қауырсын қалам ұстап бұхаралық қожа, ұзын бойлы арық қошқар мұрын Сидақ Оспанұлы Полшада ереуілге қатысып, жер аударылып келген қазақтар Жүсіп деп атап кеткен ақсары, көгілдір көзді Иосиф Гербурт деген ақын жігіт отыр. Соңғы екеуі Кенесарының хатшысы болып қызмет істейтін. Бұлардан жоғарырақ тұрған кең маңдайлы, ақ құба келген ойлы көзді мыңбасы татар жігіті Ягуда ұлы Әлім. Босағада төренің 40 адамнан құралған қарауыл жасағын басқаратын, ауыл Батырмұрат деп ат қойған, қазақтан әйел алып, қазақ болып кеткен башқұрт Мәлкет баласы Кішік пен Наурызбайдың шабарманы қашқын орыс солдаты Николай Губин тұр. Үйдегі адамдардың ішінен ереуіл кеңесінің мүшесі емес тек Жүсіп, Бопай, Батырмұрат, Николай. Бірақ бұл төртеуі де ереуілге шын берілген адам болғандықтан
Кенесары оларды мұндай үлкен мәжілістің біреуінен де қалдырмайды. Кенесары кіріп келген кезде үйде отырғандардың бәрі қол қусырып орындарынан түрегелді. Сұлтан тәжім етіп амандасты да өзінің жасыл туының астында тұрған, үстіне жібек түкті сәнді бұхар кілемі жабылған төрдегі үлкен сандыққа барып отырды. Өзгелер де малдас құрып, жастарына қарай алқа қотан жайғаса бастады. 300-дің ардагер батырлары, деді Кенесары жұртты сынай көз тастап. Қолымызға найза ұстап, атқа қонғаннан бері бір күн тыныштық көрген жоқпыз. Соңыңнан ерген жұрт та сондай. Ал елім, жерім деп көтерілген біраз қазақ баласы. Қазір жазғы тұрымғы тасуға дайын дариядай кемеріне жетіп, дұшпанға қарсы шабуға тұр. Бұл жаудан өш алуға ең қолайлы шақ. Енді соңымыздан ерген жұртты уақытек айқаспен әуре сарсаңға сала берсек, абыройсыз қалатын түріміз бар. Жау қайда деп қолына түкірініп отырған ерлердің көңілін суытуымыз күмәнсіз. Сондықтан халық мүддесінен шығу үшін біз Ақмола бекінісіне қарсы аттануды шештік. Дұрыс, деп отырғандар сәл қозғалып қойды. Шабуылға шықпастан бұрын бір-екі ауыз сөзбенен жалпы жағдайымызға үңіле өтелік. Кенесары аспай-саспай мойнын Иосиф Гербуртқа бұрды. Жүсіп, мына батырларға жаудың биыл жазда бізге қандай қиянат жасағанын қысқаша ғана естіртіп өт, деді. Жүсіп орнынан түрегеліп, қолындағы қағазын оқи бастады. Біздің бұл көтерілісімізді Ақпатша генералдары бұзақылық, ел тонаушылық деп есептейтін көрінеді. Омбы болысының бастығы генерал Тализин өзінің берген нұсқауында шекарада тұрған басты бекіністердің бәріне де күрделі жасақтар шығарылсын дейді. Және бұл нұсқауында сендердің бар міндеттерің Кенесары қарақшыны құртып, көшіп кеткен болыстарды кейін қайтару деп бұйырады. Осы нұсқауды орындау үшін бізге қарсы бірнеше арнаулы жасақтар шықты. Олардың істеген басты қылмыстарын айт, деді Кенесары. Атаман Лебедев бастаған 500 солдатты жасақ осы жылы маусым айында Торғай өзені мен Жантөре керубе бойында көшіп жүрген Қарпық, Темеш руының ауылдары мен Саржан Сұлтанның ауылын шауып, 400 адамды өлтіріп, 100 адамды ұстап әкетті. Оның ішінде Баянды би де бар. Кенесарының көзі сұрғылттанып, қабағы түксиіп, тағы, деді. Аға Сұлтан Қоңырқұлжа мен войсковой старшина Карбышев басқарған 500 кісілік жасақ шілде айында Айырқұмда көшіп жүрген Күшік Сұлтан мен Сидақ Мырзаның ауылдарын шауып, 25 еркек, 8 әйел, 21 қыз баланы оққа ұшырып, 80-ге таяу адамды тұтқын етіп алып кетті. Оның ішінде Кенесары жауар бұлттай түнеріп кетті. Жетеді, деді ол ашуына зер басып. Ал біз қандай қайрат көрсеттік? Сидақ Мырза, соны айтыңыз. Сұлу мұртты, биязы қимылды Сидақ қожа орнынан асықпай тұрды да. Бізде есімізді жіберіп жатқан жоқпыз, деді қолындағы қағазына қарап тұрып. Ақтау коменданты войсковой старшина Семенов шығарған бірнеше уақ отрядтарын құрттық, көптеген қару-жарақты қолға түсірдік. Войсковой старшина Семеновтың өзі бізбен бір айқасқанында 10 тапанша, 9 мылтық, 13 қылыш, 7 найза, 495 мылтық оғын, 490 тапанша оғын тастап қашты. Қазір біздің қолымызда осындай ұрыстан түскен 150 мылтық, 90 тапанша, 210 қылыш бар. Кенесары батыр бастаған қолдың қаһары әсіресе халқын сатқан сұлтан билердің ауылдарына тігілулі. Биылғы жылдың 7 айының ішінде орта есеппен мұндай жағдайда қолға 1 миллион сомнан астам мал мүлік түсті. Соның бәрі тек сұлтан ауылдарынан ғана тоналған ба? Жоқ, бұның ішінде ұсталған керуендердің мүлкімен патша қызметтеріндегі тілмаш, пристав, урядник секілді шенеуніктердің және Ақтау бекінісіндегі адамдарының да мал мүлкі мол. Орыс қарашекпендерінен қанша ақша кірді? Кенесары тесіле қарады. Азғантай, бар болғаны 100 сомға жетер-жетпес. Онда да Қарқаралы маңынан. Дұрыс, деді Ағыбай, Кенесарымен құрдастығын пайдаланып, еркін сөйлеп. Жазығы жоқ орыс мұжықтарын шабудың қажеті қанша? Бұдан бізге зияннан басқа түсері жоқ. Бұхараны босқа өшіктіріп аламыз. Жөн, деп 2-3 батыр басын изеді. Кенесары үндеген жоқ. Негізгі үлес халқын сатқан Аға Сұлтан ел тонап жүрген саудагер, патша қызметкерлерінікі,
деді сөзін қайта жалғап Сидақ қожа. Бір ғана Құдайменді балаларының ауылынан 20 000 жылқы қуып алдық. Қазір сәйгүлік жүйрік мінбеген бірде-бір сарбаз қалмады. Кенесарының иіні көтеріле түсті. Қоңырқұлжа омбыға жазған хатында бізден 12 000 жылқы алынды депті ғой. Сидақ қожа мұртынан күлді. Енді не істесін? Қоңырқұлжа қазақтың қара бұқарасы түгіл, генерал-губернаторлардың өздерінде алдап жүрген жоқ па? Қоян жылғы указ бойынша жылқысы 5 000-нан асса, аға сұлтандарға да салық салынатын болған соң, Құдайменді балалары барымыз 12 000 жылқы деп көрсеткен. Ал біз тайлы таяғына дейін айдап алдық десек, арғы түбекте әлі де 3 000-дай кілең ақшағала асаулары қалыпты. Ағыбай батыр сол жылқыны қуып әкелуге Кенекеңнен қашан рұқсат болады деп күнде сұрайды. Кенесары байсалды жауап берді. Арғы түбек бізден шалғай, әзірге оны қоя тұрыңдар. Қазір басқа шаруаларда жеткілікті. Тағдыр жазса алысқа кетпес. Япыр-ай, деді шын таңданған жалғыз атты Бұхарбай батыр. Адам баласында Қоңырқұлжадай байы болады екен-ау. Ақпатшаға жағынып, жаны шығып жүргенінің өзі де сол емес пе? Деді Бопай сәл қабағын шытып. Патша жанаралдары бекініс салып, келімсектеріне аздаған үлес бергені болмаса, жердің шұрайлысы әлі де Сәмеке, Нұралы, Бөкей, Уәли хандардың ұрпақтарында ғой. Мал үшін олар қазақтың жері түгіл жанын берер. Бірі бүкіл есіл Нұра бойын жайласа, бірі соно Сырымбет тауының Құсмұрын мен Шұбарға дейінгі кең алқабын алып жатыр. Ал өзгелері бір Уәли ханның ана Айғаным қаншығы жайлап отырған бөктерге 3 болыстың малы сияды. Бопай кенет ағасына шулана қарады. Қашанғы ол қаншықты басымызға шығарып қоямыз? Қоңырқұлжадай оны да шабатын мезгіл жетті. Жібермейсің бе бір батырыңды? Кенесары қасқыр көрген бүркіттей түйіле қалды. Қатын ауылын батыр шаппас. Қайнатам жұрты демесең, өзің шап. Табылған сөзге үйдегілер шу ете қалды. Жөн, тапқан ақыл. Қатынды қатын шаппаса, батыр шапқаны ерсі. Уәли ханның ауылына жолай соғасың, деді Кенесары аз сөйлей. Ең алдымен арғы беттегі Аман қарай приказының малын бері айдап өтесің. Қуанғаннан Бопайдың екі көзі жарқ етті. Мен дайын, қарамағымдағы 600 адаммен мен бүгін түнде жүруге бармын. Жөн, деді Кенесары. Сөйтті де Сидақ қожаға қарады. Солай деп жарлық берілсін. Аман қарағай приказына жетуге 5 күн керек. Бір күн төмендегі Тоғайда тынығуға мұрсат берілсін. 7-ші күні приказ шабылсын. Сұлтан бірдеме ойланғандай сәл бөгеліп қалды да жұртқа бұрылды. Аман қарағай приказы шабылғаннан іле шала біз де Ақмола бекінісіне ат қоямыз. Дұрыс, деді күндікке үндемей отырған келбетті ақсары жүзді Жанайдар батыр. Аман қарағайды Кенесары әскері шауыпты деген лақапты естісімен, омбыдан Ақмолаға шыққалы жатқан әскер солай қарай бұрылады. Дәл осы кезде ала жазса, біз Қоңырқұлжа мен Қарапұшық Иванның да сазайын тартқызамыз. Менің де ойлағаным осы, деді Кенесары. Батырлар тағы қошеметтеді. Ақыл, жөн, құба-құп. Кенесары енді ереуіл кеңесінің бүгінгі жиналған себебіне тікелей кірісті. Ал Ақмола бекінісін алу оңайға түсе ме? Деді ол отырғандардың әрқайсының бетіне сәл тоқтай қарап. Қорғанның биіктігі әжептеуір, және оны 100 қадамдай жерден қоршай қазылған ордың кеңдігі 10 құлаш, тереңдігі 5 құлаш. Тек қорғанға кірер 2 қақпаның алдында ғана 4 салтатты қатар өте алар жіңішке жал бар. Сол жал жетпей ме бізге, деді Наурызбай. Жау өтер жерден біз де өтерміз. Қоңырқұлжа мен Қарапұшықтың қарамағындағы 500 карабин мылтықты солдат пен 4 зеңбірек бізге құр қарап тұрады дейсің бе, Науанжан? Олардың да аңдығаны осы 2 жіңішке жалменен ордың жағасы болар. Ордан өткенменен қорғаннан өте алмайсың. Көптігімізге сеніп топырлап шапсақ, құр қырғын боламыз. Сонда Ақмола бекінісін қалай аламыз? Кімнің қандай ақылы бар? Бірден 10 адамның ақылы артық, кеңеселік. Жиһазды дүниелі ақбоз үйдің ішінде өлік жатқандай жұртта үн жоқ. Бастарын салбыратып төмен қарап, көбі жер шұқылай береді. Әркімнің ойы әр тарапта. Қол болып жиналуына жиналдың ғой, ал енді жауды қалай жеңеміз? Бәсе қалай жеңеміз?
Ақмола бекінісі алғашқы қамал. Ал бізге деген мұндай ондаған қамал бар. 4 зеңбіректі, 500 карабинді бекіністен осыншама абыржығанда. Бұдан әрі күніміз не болмақ? Ал Ақпатшада мыңдаған зеңбірек, 100 мыңдаған карабин бар. Осы біз көл үстіндегі қаз-үйректей бір мылтықтың даусынан зәреміздің кетерін білмей, тым босқа еркінсіп жүрген жоқпыз ба? Жұрттың еңсесі түсіп кеткенін Кенесары көріп отыр. Қамалға шабуыл жасамай жатып, қас батырлардың түрі мынау, ал қамалды ала алмасақ, күйіміз не болмақ? Кенесары тұнжырай түсті. Әлде жеткен жеріміз осы болды деп, қара өткелден бас тартамыз ба? Деді ол сәл қабағын шытып. Сондайда күйлерің бар ма? Қалай? Жоқ, төре, деді басын көтеріп алып Ағыбай. Бүйірден қадалған тікендей болып отырған Ақмола бекінісін қалайда алуымыз керек? Қалай алу керек? Ел бастаған дана емеспін, қол бастаған батырмын. Демек қыран жете алмас қия жоқ, жау жүрек өте алмас мия жоқ. Маған салсаңдар, Ақмола бекінісін қоршап алып, сыртқа жан шығармай аңду керек. Қорған үстінде көрінгеніне садақ оғы жалынсын. Тағы қандай ой бар? Кенесары қолын сәл көтерді. Көсе ақылы жақсы ақыл, бірақ онымен қара пұшықпен қара құлжаны жеңе алмайсың. Біз қоршағанмен сырттан келер көмек бар. Тұзақ құрып, ұзақ күтері жай жоқ. Бекіністі алар болсақ, шапшаң, тез алуымыз керек. Ақмола маңында бір күннен артық аялдау күні. Өзге бекіністерден жәрдем келулері сөзсіз. Бекініске түнде шапқан жөн бе деймін, деді Бұхарбай батыр. Тентек төре сайрамен созақты алғанда қалың қолмен түнде кірген екен. Түн сөзсіз жау, екі жаққа бірдей, деді Кенесары. Созақпен сайрамда тентек төренің бекініс қақпасын ашқан адамдары болды. Ал біздің кіміміз бар? Қара пұшық пен Қоңырқұлжа тек өздерінің сенімді нөкерлері мен сыпайларын ғана қалдырып отыр. Қарасу бойындағы балықшы мұжықтарға біздің тимейтінімізді біліп, бекініс ішіндегі аздаған келімсек қатын балаларды сонда жіберіпті деген сыбыс бар. Төре, деді есік жақтап отырған өзгелерден анағұрлым шоқтығы биік еңгезердей басы қара батыр. Алдымен Құдай, содан кейін өзің деп соңыңнан еріп едік, ақылын өзің айт. Салған жеріңнен алып түспесек, айып бізде. Сала алмасаң кінә сенде. Сыбырлағанды Құдай естімей ме дегендей, Ақмола алынбайтын күйде болса, оны ашып айт. Кенесары сәл кідіріп отырды да, алдына ақ дастархан жайғызып, үстіне уыстап, тәспінің қара ақ бұршақтарын төгіп салды. Ақмола бекінісін қалай алу керек екенін тәптіштеп айта бастады. Кенесарының айтып отырған әдісі отырғандарға бірден ұнады. Бекіністі алатындарына енді алдын ала көздері жеткендей, иықтары көтеріліп, жүздеріне жігер енді. Мақұл десеңдер, осы тәсілдерге тоқтайық, деді Кенесары жайбарақат пішінмен сөзін аяқтап. Тоқтадық, деді үйде отырғандар бір дауыспен. Иншалла, жолымыз болар. Іске сәт. Олай болса, Кенесары сәл кідірді де тағы да Сидақ қожаға қарады. Жаз, бұл біздің екінші жарлығымыз болсын. Ертеңнен бастап 1000 басылар, 100 басылар, әлгі айтқандарды бұлжытпай орындау үшін әскер ойынына кіріссін. 1-7-ден кейін аттанамыз. Мақұл. Дана шешім, деді Ақмола бекінісін қалай алмақ болғанын айтқан Кенесарының ойларына таңғалған Жүсіп. Әліпті таяқ деп білмейтін қазақ қандай ақылды айла тауып отыр. Заты сұлтан болса да халық өзінің көсемін дұрыс тапқан екен. Үйдегілер енді тарай бастаған кезде кенет сырттан шу естілді. Батырмұрат пен Николай беліндегі тапаншаларын суырып алып, үйден ата жөнелді. Аздан кейін Батырмұрат қайта кірді. Арыстан ақын ұсталған екен. Қара үлекпен жаңа келген қашқын жігіт әкеп тұр. Қатын қалаш өшімізді өзіміз аламыз деп таптап береді. Шу соныкі екен. Алып келіңдер, деді Кенесары қысқа бұйырып. Арыстан деген Атығай руынан шыққан кедей ақын. Бір кезде Саржанның жасағына да ерген. Тілге шешен, сөзге бай, әсіресе қазақтың қисса дастандарын жақсы білетін, түні бойы жыр айтуға болдырмайтын қарадан шыққан дарын. Кенесарыға жоқ жерден өкпелеп аға сұлтан Қоңырқұлжа жағына шығып кеткен. Соңғы кездері қазақ ауылын шабатын патша жасақтары мен қазақ жерін картаға түсіретін орыс саяхатшыларына жол көрсетіп, әбден байып алған. Өз арасынан шыққан опасызды өте жек көретін жұрт Арыстанға әбден тісін қайрауда еді.
Шабылған ауылдардың обалы да, жылаған кемпір шалдың, қатын баланың көз жасы да осының мойнында деп ойлайтын. Адамы оққа ұшқан кейбір ержүректі жігіттер арыстаннан кек алатын күн болар ма екен деп кіжінетін. Бірақ үнемі патша жасағымен бірге жүретін арыстан олардың қолына түсе қоймайтын. Ал расында арыстанда жер көрсетуден басқа еш жазық жоқ еді. Ол бірде-бір адамның қанына ортақ еместі. Сондықтан өзін бәлендей айыпты санамайтын. Біреу малымен, біреу жеріменен күн көреді. Ал менің күн көрер нем бар? Жалғыз атты кедеймін. Мейлі, жұрт қалай ойласа олай ойласын. Есек құйрығын жусаң да мал тап дегендей, земтемірлерге жол көрсетіп, күнімді көрсем, оның несі айып? Мен істемесем мұны басқа біреу істейді, деп ойлайтын ол. Арыстанның мұндай жолға түсуіне өзі кінәлі болса да. Кенесары оны сатылған санап, егер қолыма түссе, басын алармын, өзгелерге үлгі болсын деп әлдеқашан шешкен. Үсті басы қан-қан болған шоқша сақалды, тұрымтайдай кішкентай қара кісіні екі адам екі жағынан қолтықтап үйге алып кірді. Оң жағында қара үлек, Кенесарының бас жендеті. Бұл әр саусағы жаңа туған баланың білегіндей, сала құлаш, кеудесінің жүні көдедей, салпы ерін, кірпік қақпайтын мысық көз, аяушылық дегенде білмейтін қатыгез, алпамсадай қара кісі. Ұрлық істеп қолға түсіп, созақтың бір байы дарға аспақ болып жатқан жерінен Кенесары сатып алған. Құнына бір қарақшыдан тартып алған, жетектеп келе жатқан қара үлегін берген. Мұлқа ұры аты жөнін айта алмаған соң, жұрт оны өзінің құнына берілген түйенің атыменен байланыстырып, қара үлек деп атап кеткен. Үлектесе үлектей, шуда көкіректі, түйе тірсек бір алып, атына денесі сай. Оның үстіне өзін ажалдан аман алып қалған Кенесарыға жан тәнімен берілген. Иесі шашал десе бас алады. Айтқанын екетпейді, және сұлтанның әмірі дұрыс па бұрыс па ол жағында шаруасы жоқ. Қожам айтты, мен дайын, бір ноқай. Кенесарының ымынан ойын түсінеді. Таяқтан аяғын әзер сүйреткен арыстанның сол жағынан қолтықтаған ожар. Бұл келгелі де айға тайып қалған. Сейтеннің үзеңгілес серігі. Тайжанның жалғыз қызына үйленіп, абақтыдан қашып шыққан ожарды Кенесары құшағын жая қарсы алған. Отау тігіп алдына мал салып берген. Бұл жақсылықтың есесіне ол келгеннен соң, күн өтпей жатып, жылпық сары сәмен арқылы Қоңырқұлжаға Кенесарының қарамағында қанша сарбаз барын хабарландырған. Бүгін таңертеңнен бері де Кенесары ордасында болып жатқан мәжілістің жайын біле алмай, әбден мазасы кеткен. Мыңбасы, жүзбасы батырлардың тегіс келгенінен, бұл мәжілістің тегін мәжіліс емес екенін іштей сезген. Қанша білгісі келгенмен алыстан торлағаны болмаса, жақын баруға біреу-міреу кім екенімді сезіп қалар деп көңілі дауаламаған. Осындай күйде жүргенінде сойылға жығылып қолға түскен арыстанды ауыл адамдары бір қараша үйге қамап қойғанын естіді. Ол енді өшіктіре сөз тастап, жұртқа арыстанды Кенесары ордасына апарудың керек екенін айтады. Ондағы ойы Кененің көзіне түсумен қатар, ыңғайы келсе мәжіліс жайын аңдау. Кім біледі, біреу болмаса біреу абайламай бір сөз айтып қалар. Зерек жанға ода жеткілікті. Арыстан Кенесарыны көрісімен ең соңғы күшін жинап, еңірей аяғына жығылды. Жаздым, жаңылдым Кенесары, күнім үшін, жер зерттеуші земтемір орыстарға жөн көрсеткенім рас. Бір жолға кешір, өмір бақи құлың болып өтейін. Кенесары сазарған қалпынан өзгерген жоқ. Қанын ішіне тартып, тіпті сұрланып алды. Ол аяғына жығылып жатқан арыстанға қарамастан. Елін сатқан адам жылқы ішіндегі маңқамен тең. Өзге жылқыны сау алып қалу үшін оған аяу болмасқа тиісті. Үкім біреу-ақ, өлім. Халқыңның қамын ойлар болсаң, ең алдыменен оның бірлігін ойла, деді ішінен Жүсіп. Опасызға Кенесары дұрыс үкім айтты. Қатал, әйтсе де әділетті. Бірақ бұл не? Өзге батырлар әдеттегідей Кенесарының шашбауын көтеріп, неге дұрыс деп бастарын шұлғамайды. Бәрі бірдей неге төмен қарап қалған. Ағасының айтқанын тұмар тұтатын Наурызбайдың өзі де неліктен тұнжырап кетті. Жүсіп таңданғандай үйдегі адамдардың бетіне тағы бір көз тастады. Ешкім басын көтерер емес. Өздері өлім жазасына бұйырылғандай қабақтары түсіп кеткен. Ғажап халық, деді ішінен тағы да Жүсіп. Майданда кездессе, жаудан қорқу, немесе оны аяу дегенді білмейді.
Ал айыбын мойнына алып, аяғына жығылса, қанды кекті қасы болса да кешіргісі келіп тұрады. Қандай үлкен, абзал жүректі жұрт. Бұрын атуға оғы жоқ боп жүрген арыстан қолдарына түсіп еді. Оның сақалды басымен жасын сорғалатып, кешірім сұраған түрін кенет аяп, ажалға қиғылары келмей тұр. Үкімін өзге жұрттың қостамағанын Кенесары да сезген тәрізді. Енді не істер екен? Кенесары тұнжырай қалған батырларының бетіне көзін бір салып өтті де, қабағы бұрынғысынан да түксие түсіп, қолымен арыстанды меңзеп. Қазір, осы арада ал мынаның басын, қара үлек, деді зілді үнмен. Жұрт бұрынғысынан бетер тұнжырай қалды. Бірақ Кенесарыға үкімің дұрыс емес деуге ешкімнің де батылы бармады. Қостамағандықтарын сазарған түрлерінен ғана аңғартып отыр. Ал сұлтан серіктерінің ойына түсінсе де, бір айтып қалғаннан кейін өзінің абыройын сақтап, кесімінен қайтар емес. Дұрыс, дұрыс, дейді ішінен Жүсіп. Осылай қатал болсаң, қарамағындағыларың да тәртіпке, әдепке үйренеді. Айтқаныңнан қайтпайтын қолбасшы қашанда жауынгерлері алдында абыройлы. Кенесарыдан үміт үзген арыстан ақын енді басын көтеріп, тізесінен отырды. Өлсем де адамдығымды жоғалтпай өлейін дегендей бойын жинап, үстіндегі киімін жөндеп Кенесарыға қарады. Үлкен бұйда пышағын жалақтатып, тамағынан орып жіберейін деп жанына келіп, сақалынан ұстай берген қара үлектің қолын қағып жіберіп. Менің қаныма жерік болсаң ішерсің әліқ, сәл шыдай тұр, деді. Сөйтті де Кенесарыға тағы да қарады. Дат тақсыр, бас кеспек болғанмен тіл кеспек жоқ деген. Төре, бір ауыз сөзге мұрша бер. Айтты атыңды. Қара үлек те түсініп кейін шегінді. Арыстан қанатын сілкіп, қомданған ұшар құстай сәл бой түзеп алды да, екі көзі жаудырап, Кенесарыға қарап, ән шырқап қоя берді. Кенеке жақсы көрсең қарашыңмын, жек көрсең де өзіңнің алашыңмын. Атаңа 6 қатын алып берген, Атығай қарауылдың баласымын. Кенесары болды дегендей қолын көтерді. Аталы сөзге арсыз тоқтамас. Абылай атама бабаларының істеген жақсылығын алдыма тартты ғой. Қоя беріңдер, деді. Бағанадан бері үндемей тұрған батырлар кенет жадырап бір дауыстан: «Уа, пәле, міне аталы сөз», десіп шулап қоя берді. Қандай ақылгөй жан еді, деді ішінен тағы Жүсіп. Ел билейтін серіктерінің де көңілін таба білген жөн. Ағылшындар патшаны патша істейтін патша емес, жанындағылар, деп тегін айтпаған ғой. Бірақ Жүсіп Кенесарының мейлінше рақымсыз жан екенін білмейтін. Қазір босатылып тұрған арыстан ақын сұлтанның бұйрығы бойынша 3 күннен кейін ат теуіп өлтіріпті деген лақаппен қара үлектің қолынан қаза табатыны дәл осы сәтте оның ойына мүлде алмаған седі. Сондай-ақ Кенесарының қолға түскен солдаттарға да бірден қатты келмейтіні, өз жағына шығару саясаты екенін Жүсіп көп ай өткен соң барып бірақ түсінді. Ал алғашқы кезде мұны сұлтанның кеңпейіл, ақ көңілділігінен деп ұққанды. Төре шешіміне риза болған батырлар сыртқа шықты. Әрқайсысы өзінің атқосшысы ұстап тұрған атына қарай беттеді. Байтабын мен Ақбөген сонау Елек пен Ырғыз өзенінің бойындағы Қарақойын Қашырлыдағы Кенесары әскеріне келіп қосылғалы, Байтабын Наурызбай жасағына, Батырғыз Ақбөкен Бопай тобына берілген. Байтабын мен Ақбөкен қосылады екен деген сыбыс болатын. Бірақ неге екені белгісіз, бұл сыбыс сол сыбыс қалпында қала беретін. Біз қосыламыз деген сөз қыздың немесе жігіттің аузынан шыққан емес. Екеуі ағалы қарындастай, сыпайы сөйлесіп қана тілдеседі. Мұндай мінездеріне қарап, кейбір жұрт бұлары несі деп таңданса да, ақылға салған бағда біреулері. Бөтен елде жүрген соң қымсынатын шығар. Өз елдеріне барған соңда уақыт жетер дейтінде қоятын. Наурызбай үйден шыққанда ең алдымен апасы Бопайдың атын ұстап тұрған шашақты найзалы еркекше киінген қызды көрді. Ақбөкен еді бұл. Ол батыр Бопайдың әрі қасындағы серігі, әрі атқосшысы нөкері. Наурызбайдың жүрегі кенет дүрсілдей соға жөнелді. Ақбөкенді алғашқы кездестірген күннен бастап кіші сұлтан осындай бір ауруға шалдыққанды.
Наурызбай ауруының өрши түсуіне Ақбөкеннің өзі себеп болған. Патша әскері шабуылынан ауылдың бір тыныш күні Көшек Сұлтанның Айғанша атты тоқалы ұл тауып, жұрт ұлан-асыр тойға жиналған. Жастар жүрген жерде көкпар, балуан күресі ежелгі салт. Осы қан базар қырғын мерекеде Наурызбай мен Байтабынға күресуге тура келген. Өзінен 2 жас үлкен Наурызбайдың күші басым болды ма, әлде ел аузына ілінген жас батырдың мысы жеңді ме? Бие сауымдай мезгіл алысқаннан кейін Байтабын жығылғанда, Наурызбай бас бәйгеге тігілген сүліктей қара су жорғаны өзі алмай, бөтен елдің қызы еді. Жанындағы жолдасын жыққан айыбым деп Ақбөкенге тартқанда. Батыр, бұл айыбың ба әлде құрметің бе деген Ақбөкен қара жорғаның шылбырынан ұстап жатып. Айыбым, бәсе деген Ақбөкен тостағандай көзі жарқ ете күліп. Ауылыңызға келген бауырыңызға күш көрсететіндей өкпеңіз жоқ секілдеді. Ол кезде әзілге әзіл қайтару жастық салты. Өкпешіл үніңізге қарағанда менің жығылғанымды тілегендейсіз ғой, қарындас, деді Наурызбай күлімсірей. Ондай тілегіңіз болса, күні бұрын құлағыма неге сыбырлап қоймадыңыз? Ақбөкеннің қарақаттай қара көзі күлімдей түскен. Сыбырлағанды орындайтын болсаңыз, әлі де кезі келер. Уәде деген Наурызбай қолын беріп. Ақбөкен 2 беті дуылдай қызара, ұзынақ саусақтарын қымсына ұсынған. Неге екені белгісіз, Наурызбай оның қолын алып жатып, қыздың саусақтарының дірілдеп кеткенін сезген. Шынында, Байтабын Наурызбайдан күші жетпей жығылған жоқ еді. Бие сауымдай алысқанда Наурызбайдың күшінің оң жамбасы мен оң қолында екенін аңғарып қалған Байтабын, егер Шынтауытқа келсе, онымен пара-пар түсетініне көзі жеткен. Бірақ жоқ жерден аяғы көде шөптің үстіне тайып кетіп, ерлік намысын сақтай алмай жығылғанда. Бірақ мұнысына ол пәлендей қорланған жоқ. Наурызбайдан мендей көп батырдың бірі жығылғанына жұрт күлді де қойды. Менен қолбасы Наурызбай жығылса, абыройы айрандай төгілер еді, деген ол ішінен. Ал Ақбөкенге Байтабынның жығылуы үлкен әсер етті. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған. 20-дан аспай жатып, атағы алашқа жайылған, әрі әнші, әрі сал, өзі төре Наурызбайды Ақбөкен жақын көруге құштар еді. Оны Байтабынды жыққан жеңіс үстінде көрді. Және Наурызбайдың өзінің шеттен келген жас балуанды жығуын айып санаған кең пейіл мінезі, ерлікті, адамгершілікті дәстүр етіп өскен қазақ қызына үлкен ой салды. Махаббат деген күн сәулесінен құралған алтын тор секілді емес пе? Ақбөкеннің жүрегін сол тор кенет шырмай бастады. Бұл не сезім? Ақбөкеннің өзі де бірден ұқпады. Ал Байтабынға деген жүрегі бұрынғыдай лөпілдемей, күннен күнге баяу соға түскендей. Бұны қыз анық түсінеді. Бірақ бұл не? Бір кезде жақсы көрген Байтабынын ұмытуға айналғаны ма? Бір мінезді, уәдеден айнымас қазақ қызына лайықты қылық па бұл? Әрине лайықты емес, әсіресе жас кезінде көңілің шын кеткен болса. Бірақ соның өзі рас құлай берілу ме еді? Әлде қалай соққан жастық жері емес бекен? Кәрі серғаздан құтылудың жолын іздеп, арпалысқан жас көңілдің қолдан жасап алған махаббаты болып жүрмесе нетсін? Шын сүйген жүрек бөтенге бұрылмаса керек еді. Мұнысына қарағанда Байтабынға деген сезім махаббаттың шын отынан тумаған жай әншейін балалық сезім тәрізді. Ақбөкен шын махаббатты енді ғана түсінгендей, сондықтан да оның қиялы көкке шарықтап, жүрегі лүпілдеп, жиі-жиі соғады. Осыдан 1 ай бұрын Байтабын жорықта жүргенінде Наурызбай мен Ақбөкен бір шілдеханада кездесіп қалған. Екеуі қарама-қарсы отырып, шаршы топ алдында айтысқан. Сол айтыстың аяғында бәсекелесіп, тобы қалысқан. Қазақ дәстүрінде қыз бен жігіттің тобы қалысуы құр ғана ойын емес, мұнда 2 жастың өздері ғана түсінетін бір терең сыр да бар. Осының бәрін Байтабын біле ме? Білсе қорланбай қалай шыдап жүр? Бұндай іске шыдау үшін қандай жүрек, қандай ұстамдылық керек? Әрине, Байтабын өзіне төнген жамандықты сезбей жүрген жоқ. Бірақ ел басына бұлт түнеріп тұрғанда, бір қыз үшін әлек болуымның реті келмес, деп өртенген жүрегін ақылмен басуда. Наурызбай мен Ақбөкеннің арасында басталған ойынның аяғын күтіп, өзіне өзі сабырлық айтып, шыдай беруде еді.
Ақ бөкенге ордадан шыққан байтабынның да көзі түскен. Бірақ кіші сұлтанның қызға қарай беттегенін көріп, орнында тұрып қалған. Ал қызба көңілді Наурызбай өзін өзі ұстай алмай, Ақ бөкеннің жанына жетіп келді. Арсың ба қарындас? Барсың ба батыр? Наурызбай қалжыңдай күлді. Ақ бөкеннің бір қапы кезіне кездескен ақ шығармын. Тобығымды бер. Сіз секілді арыстандар ақ бөкеннің қапы кезін үнемі аңдейді. Бірақ ақ бөкен оңай қолға түсе қойса жарар еді. Қыз күлді де тілінің астынан тобықты алып берді. Мінекейіңіз. Япырмай, тым бері жерге сақтайды екенсіз. Қадірлі адам берген соң. Осы кезде ақ ордадан Бопай шықты. Ол анадай жерде тұрған байтабынға бірдеме деді. Екеуі бұлардың қасына келді. Байтабын сыпайыға амандасты. Арсың ба ақ бөкен? Барсың ба байтабын? Байтабын Бопайдың желдей жүрік атақты кербестісінің айылын босатып, ер тоқымын жөндеп қайтадан ертеді. Бопай ақ бөкенге көз қиығын тез аударды да Наурызбайға қарап. Байтабын батырды менің жасағыма берсең қайтеді, Науанжан, деді күлімсірей. Наурызбай қабағын шыта қалды. Неге? Керегі бар. Жақсы, деді Наурызбай апасының өтінішін жерге тастаудың ретін таба алмай. Ақмола бекінісін алғаннан кейін байтабынды сіздің жасағыңызға мүлдем берейін. Оған дейін қинамаңыз. Байтабынның менің жасағымда орны бөлек. Болады. Қашан аттанбақ ойыңыз бар? Бопай ері түзелген кербестісіне еркектерше жеңіл мінді. Бүгін түнде. Жолдарыңыз болсын. Айтқаның келсін. Бопай мен ақ бөкен жөнеле берді. Олардың соңынан анадай жерде тұрған 4 салтатты қарауылы желе аяңда ерді. Наурызбай мен байтабын. Қош болыңдар, деді кетіп бара жатқан әйелдердің соңынан дауыстап. Бірақ ана екеуі жауап қайырмады. Шашақты найзаларын желкілдете, ауылдан шыға, өздерінің жасақтарына қарай құйындата шаба жөнелді. Батыр, Ақтастағы қолға барса қайтеді, деді кетіп бара жатқан әйелдердің соңынан әлі қарап тұрған Наурызбайға байтабын. Наурызбай тез бұрылды. Неге? Алтайдың бір жас мергені келді. 200 қадам жерден лақтырған тымақты садағымен қағып түсіреді. Соны көрсетейін деп едім. Жоқ байтабын, деді Наурызбай. Мерген мен жүйрік ат қыран бүркітті тамашалап серуен құратын уақыт енді бізде жоқ. 1-7-ден кейін қара өткелді алуға аттанатынымызды өзің естідің. Қарамағымыздағы мыңды соған дайындауымыз қажет. Күні ертеңнен бастап қамал алу тәсілін үйренуге кірісеміз. Ұқтым. Ал бүгін Миколай екеуің бар әскерді Сасырлы ойпатқа көшіріңдер. Таңертең қару жарақтарымен дайын тұрсын. Миколайдың өзі қайда? Әне келе жатыр. Наурызбай мен байтабын Николайға қарсы жүрді. Бірақ жетер-жетпестен бір қараша үйдің есігінің алдында тұрған Алтыншашты көріп, екеуі бірдей кілт тоқтай қалды. Адам баласының да мұндай әдемісі болады екен, деді ішінен таңданған байтабын. Ойламаған жерден жүрегіне оқ тигендей аяғын басалсайшы енді ол. Жуан қос бұрымы жерге шұбатылған, аппақ бетінің ұшы сәл қызара үлбіреген, танадай көзі қара судай қап-қара боп тұна мөлдіреген Алтыншаш есік алдында сәл тұрды да, бұлт астында қайта кірген күміс айдай жоқ болып кетті. Ар жақтарынан Николай келіп жетті де, үшеуі аттарына қарай аяңдады. Байтабынның кенет өзгере қалған қалбын сезген Наурызбай езу тартып күлді де. Алтыншаш десе Алтыншаш екен әлгі келіншек, деді байтабынға қарап. Байтабынның қабағы кенет салбырап кетті. Ол Алтыншашты басы бос қыз ғой деп ойлап қалған еді. Үш жігіт енді өзара сөйлесе, ауылдың шетіне шыға берді. 1-7 өтісімен 600 жасақ ерткен Бопай алдымен Аманқарағай приказын, содан кейін Сырымбет тауындағы Уәлиханның бәйбішесі Айғанымның ауылын шапты. Кенесары қолы Көкшетау жақты шауыпты деген хабар келесі күн-ақ бүкіл Сарыарқаға жамырай тарады. Бұл хабармен бірге войсковой старшина Семенов басқарған Ақтау бекінісінен шыққан 200 солдат Бопай алып келе жатқан малды алып қалмақ боп алдынан кетіпті. Және Омбыдан Ақмола гарнизонына көмекке аттанған 100 солдат та Көкшетауға қарай бұрылыпты деген хабар ұзын құлақтан дереу бар елге тарады. Кенесарының күткенінің өзі де осы еді. Ақырғы 2-3 күннің ішінде ол суыт жүріп, әскерінің тең жартысын
Қорғалжын көлінің төменгі саласына әкеп қостатқан. Ал қалған жартысын атбасар жақтан орағытып, есілді жағалата, қара өткелге ектете орналастырған. Күніне 120-130 шақырым жерді жай алатын қазағы жылқыға енді Ақмола бәлендей алыс еместі. Кенесары осы ат тынықтырып жатқан жерінен тамыз айының 6-сы күні сәскеде көтерілді де ымырт үйлі Ақмоланың маңына шоғырланды. Қоңырқұлжа мен Қарапұшық ертеңіне таңертең төсектерінен тұрғандарында кеше ғана тып-тыныш жатқан кең даланың бүгін құжынаған қолы екенін көрді. Кенесары Ақмола бекінісіне шабуылды осы тамыздың 7-сі күні таңсәріден бастады. Ең алдымен бекініс оңтүстіктен солтүстікке дейін иілген тағадай 3 шақырымдай жерден қоршалды. Бекіністің күншығыс жағы бос, жарты шақырымдай жерде Есіл өзені. Содан кейін барып қолдың 8 тұсында 8 батыр тұрып алған. Оң жағында Кенесарының өзі, одан кейін Ағыбай, Ағыбайдан Үзеңгілес Бұхарбай, қолдың шаңқай ортасында Басықарамен қатарлас Төлебай, Төлебай мен Үзеңгілес Құдайменді, Құдаймендіден солырақ Жанайдар, сол қанатта Наурызбай. Таңқұлаң ектеніп келе жатқанда 5000 атты әскер абылайлап бекініске лап берді. Бір ғажабы қалың қол Үзеңгілесе ат қоймай, дорбадан шашып жіберген бұршақ секілді. Әр салт аттының аралары 10-15 құлаштай тымтырақай шауып келеді. Екінші ғажабы, шапқыншылардың алдыңғы қатарлары зеңбіректерін саналған орға жақындамай, садағы оғы жетер жерден оқтарын ата сала, кейін қарай бұрылып шаба жөнеледі. Бекініске тіпті ұмтылмайды. Көкпар сайысқа үйренген қазақ бірі кейін шапса, бірі алға ұмтылып, оқты қардай боратты. Алдыңғы қатары орға жетпей кейін шегінгенде, көкжиектен лақылдап көрінген артқы жағындағы бытырай шауып келе жатқан қалың қол ұшы қиыры жоқ құмырсқаның илеуі тәрізді. Мұның тағы бір кереметі, қамалдағылар қол бастаған батырларды жекелеп нысанаға алайын десе, төгілген тарадай жер қайысқан жанның қайсысының басшысы, қайсысының қосшы екенін ажырату қиын. Бәрі бірдей киінген, әр төбе өз батырларын тек өздері ғана біледі. Қорған басында тұрған Қоңырқұлжа мен Қарапұшыққа Ақмоланы қоршаған мынау қара нөпір қол 5000 емес. Солай деп ожар күні бұрын хабар берген 500 000 адамдай боп көрінді. Япырмай, деді таңданған Қарақұлжа. Мына Қасымның көкжалы 300-дің бас көтерер жігітін тегіс жиған ба? Қарапұшық аға сұлтаннан да бетер сасуда еді. Оның ойынша Кенесары сарбаздары лықылдап келіп, алдыңғы қатары орға тірелгенде, артқы қатары оларды орға құлата-мұлата өздері амалсыз топырлап тоқтауға тиісті еді. Сол сәтте 4 зеңбірек бірдей оқ жаудыру керек. Қарапұшық күні бұрын зеңбіректерді де әдейі осы ордың арғы қабағына көздетіп қойған. Ал Кенесары сарбаздары оның бұл ойынан шықпады. Орға келіп тірелмек түгілі тіпті оған жуымай, анадайдан садақтарынан жебесін қарша боратқан қалыптары жалт береді. Бір қызығы, сарбаздар оқты қанша атса да, бірлі жарым солдатқа ғана тигені болмаса, бәрі бірде асып кетіп, бекіністің ішіне түсіп жатыр. Егер қолдарынан келері осы болса, мейлі оқтарын жаудыра берсін. Әйтсе де Қарапұшық өте сасуда еді. Бұл оның көрмеген соғысы. Ол қазақта зеңбіректің аузына байлап атып үйренген. Ал мына қу Кенесары оны істетер емес. Зеңбіректі сонау тымтырақай, ерсілі-қарсылы шауып жатқан сарбаздарға атқанменен қаншасын қирата алады. Әр салт аттының арасы 10-15 құлаш. Көп болса 2-3 адамды оққа ұшыратады. Ал зеңбіректі оқтап, білтесіне от беріп, атудың өзі қаншама уақыт алары бір қияпат іс. Қарапұшық Кенесарының сарбаздары осылай құртекке шауып жүрген жоғау деген ойдан да күдікті еді. Көп кешікпей бұл күдігі де анықталды. Кенет Қоңырқұлжаның «Ойбай, үйлер өртеніп жатыр» деген үрейлі даусы шықты. Осы сәтте Қарапұшықтың дәл қасына кеп, қорған ернеуіне бір садақ оғы шаншыла түсті. Қарапұшық қолын созып суырып алды. Қауырсынына қара майлы білте шүберек байланған. Заматта білте шүберектегі кіп-кішкентай қызыл шоқ пысылдай жана бастады. Қарапұшық енді түсінді. Жүрегі бір сұмдықты текке сезбеген екен. Кенесары сарбаздары бағанадан бері садақты босқа беземепті.
Олардың атқандары мынау оқ тәрізді әдейі бекініс ішіндегі ағаш үйлерге өрт салуға арналған оқ боп шықты. Қарапұшық бекініс ішіне қарап еді. Әр жерден көкке лаулап көтерілген өртті көрді. Халдерінің қиынға айнала бастағанын енді түсінді. Өрт молайса, оқ-дәрі азық-түлік қоймасын да алады. Онда бұлардың шаруасы біткені. Зұлым Кенесары қулығын асырды. Бірақ тұра әлі, көресіңді көрсетермін. Қарапұшық бағанадан бері Кенесары сарбаздарына оқ жаудырып жатқан солдаттарының 40-қа таяуын амалсыздан өрт сөндіруге жіберді. Қалғандарына жолдастарын жоқтатпауды бұйырып, зеңбірекшілерге: «Зеңбіректеріңді ордың ернеуінен алып, анау қалың қолдың дәл ортасына меңзеңдер», деп ақырды. 5 минут өтпей зеңбірекшілердің «Дайымыз» деген дауыстары естілді. «От», деді ызаланған Қарапұшық қолын төмен сілтеп. Аралары 50 метрден қойылған 4 зеңбірек бірден күндей күркіреп гүрс-гүрс етті. «Солай ма екен?» деді қуанып кеткен Қарапұшық. Түс кезі болып қалғанды. Ортадағы зеңбіректің оғы дәл тиген бір атты сарбас ат-матымен көкке ұшқанын Қарапұшық анық көрді. 2-3 жігіт шет жақтан құлап түсті. Өз тұсынан да 2 жігіт ат-матымен омақата оққа ұшып қаза болды. Қарапұшық зеңбіректерді тағы да аттырды. Бірақ бұл жолы оның оғы далаға кетті. Өзі де түсінбей қалды. Бұл не ғажап? Зеңбірек дауысы шыққаннан кейін сарбаздар қорқып, кейін қашудың орнына кенет 5 қатар боп, бірінің соңынан бірі тізбектеліп, араларын тағы да 10-15 құлаштан салып, бекініске лап қойды. Бұл жолы олар нағыз бір шіркөбелек айналған құйын тәрізді. Көпшілігі ордың арғы қабағын қоршай шауып, қауырсын жебелерді тағы да қардай боратты. Жақын жерден көзделген мерген оқтары қорған үстіндегілердің басын көтертер емес. Ал басы қара Төлебай басқарған әскердің бір тобы зеңбіректерді солдаттар қайтадан ордың қабағына меңзегенше, оңтүстік пен солтүстіктегі қақпа алдындағы жіңішке жолдардан бері өтіп, қорғанның іргесін айнала шауып, бекіністің үстінде тұрған солдаттарға қыл арқан бұғау лақтырды. Қорғанның әр жерінен басын қылтаң еткізіп, көтерген 5-6 солдатты лақтырған бұғау іліп те әкетті. Екі жақтан бірдей атылған мылтық, тартылған садақ, әлем тапырақ бір қияпат. Дәл осы кезде айқай-шу, жан таласқан айқасты пайдаланып, бекіністің солтүстік жақтағы шойын топсалы, шананың табан теміріндей шандылған, шынжыр құлыпты қарағай қақпаның сыртынан бір топ сарбас шелектеп қарамай жағып, түбіне қара маймен ұсталған қызыл тобылғыны үйіп, өрт қойып жатты. Бықсый жанған тобылғының үстіне бірнеше шелек қара май тағы құйылды. Жалын алғашқы рет лап етіп, көкке көтерілген кезде ор қабағына қайтадан меңзелген зеңбіректердің де жер жарған гүрсілі естілді. Бұл жолы да 20 шақты жауынгерді оққа алдыртып, жарлық бойынша Кенесары сарбаздары кейін шапты. Бірақ бұл кезде бекіністің іші қалың өртке айналған еді. Қоңырқұлжа мен Қарапұшыққа енді бар әскерін екіге бөлуге тура келді. Өрт сөндіруге жіберген жауынгерлерді қоспағанда, бекіністі қорғауға жарайтын не бары 200-дей ғана солдат қалды. Оның үстіне 2 зеңбірекшіні Кенесары сарбаздары арқанмен тартып әкетіп, бұлардың күші тіпті азая түсті. Қоңырқұлжа мен Қарапұшық халдерінің мүшкіл бола бастағанын сезіп, не істерге білмей, әбден сасып тұрған кездерінде солтүстік қақпаның лапылдап жанып жатқанын көрді. 5-нен өте өртене бастаған қақпа ағашы екіндіге жетпей жанып болды. Енді темір қоршаулар саудырап жерге түсіп, қорғанның солтүстік жағының 20 құлаштай жері үңірейе қалды. Қауіп қай жақтан екенін көздері көрген Қоңырқұлжа мен Қарапұшық осы қақпаның қарсысына дереу құм салған қаптардан кедергі істетіп, 30 карабин мылтықты солдатты сол қаптардың тасасына отырғызды. Бағанадан бері құр садақ тартып мылтық атып алыстан тиіп қашып жүрген Кенесары сарбаздары да енді қамалға кірудің мүмкіншілігі барын көрді. Бәрі бірдей лап қоюға қақпаның алдындағы жол жіңішке, жау бар зеңбіректерін, қаруын осы араға меңзер болса, топырлап шапқан жұрт босқа қырылады. Осыны ойлаған Кенесары ұрыстың түйіні шешілетін жерге өзі келіп: «Қайсың барсың, 100 адаммен бекініске кіретін», деп айқай салды. Атын ойнатып, басы қара батыр шыға келді. «Жолың болсын», деді Кенесары. Өзге батырларға да: «Жау көңілін бұру үшін сендер де бекіністің жан-жағынан оқ жаудырыңдар», деп бұйырды.
Басықара батыр Кенесарының ризалығын алысымен, өзінің 1000 әскерінен таңдап 100 сарбазды бөліп алып, жау қамалына қарай лап қойды. Өзі де ат жалын құшып, ер үстіне еңкейе жатып алды. Астындағы аты кертөбелі қалың шөпті бауырлай ұшқан құс тәрізді. Соңынан құйындата шұбырған 100 сарбазы. Басықараны мұндай шапшаң қимылдайды деп, солдаттарда ойламаған болуы керек. Мылтықтарын оқтап кезенгенше Басықара сарбаздарын соңынан шұбырта бекіністің ішіне кіріп те үлгерді. Қақпаның дәл қарсы алдындағы үйілген қапшықтан кертөбелен секірте өтіп, қарама-қарсы келіп қалған бір-екі солдатты кеспертек сойылмен доптай қағып, қайта оралғанында, ұзын бойлы қара бұжыр солдат орнынан ұшып тұрды да, мылтығын шапшаң кезеп, Басықараны дәл көкірек тұсынан дәлдеп атты. Аңғал батыр сауытсыз еді. «Хош бол елім» деп ат үстінен сүйретіле, біраз жерге барды да сылқ етіп құлап түсті. Қол бастаған батырларының оққа ұшқанын көрген 100 жігіт кейінін қарай шаба жөнелді. Қашқан жауға қатында ер, соңдарынан атылған оқ бұлардың да 10 шақтысын алып қалды. Шегінген тобырдың соңынан иесіз ойнақтап шыққан Басықараның кертөбелін көргенде, Кенесары шыдай алмай: «Тастамаңдар, Басықара батырды жау қолына!» деп тұлғасы бөлек көк бурыл бестісін ойната әмір беріп, ешкім шықпаса өзім шабайын деп ыңғайланғанша, қамыс құлақ Бөкенсан бүкіл арқаға әйгілі ортеге аталған сәйгүлігімен Төлебай батыр жұрттан сытылып шығып, жеке сала берді. Бұл кезде Кенесарының қасында өзге батырлардың ешқайсысы да жоқ еді. Наурызбай да, Ағыбай да, Бұхарбай да бөтеншепте болатын. 200 қадамдай жерде жеке кетіп бара жатқан Төлебайды көргенде Кенесарының өзі де шыдай алмады. Көк бурылдың үстіне тік түрегеліп, тұра қалып, абылайлап қамалға қарай құйындата жөнелді. Көк бурылдың үстінде ажалдан қорықпай түрегеліп шауып бара жатқан Кенесарыны көргенде өзгелері де орындарында тұра алмады. «Абылай, Ағыбай, Атығай, Қабанбай» деп ұрандап бекініске лап қойды. Айқай шудан жер сілкінеді. Күн батып қара көлеңкеленіп бара жатқан кез еді. Таң сәріден нәр татпай, күні бойы Кенесары сарбаздарымен екі жақтан алысқан ер жүрек солдаттар да енді шыдай алмады. Біртіндеп шегініп, үйді тасалап, ат суға мәжбүр болды. Әйтсе де белдесіп келгенде қаптаған сойыл, сыңсыған найза қоя ма, түн ортасы аумай Ақмола бекінісінің әскері жеңілді. Тек қара түнді пайдаланып, азғантай әскермен Қоңырқұлжа Қарапұшық бекінісінен есіл жақтағы қақпасынан қашып шықты. Жеңіске мастанған қатыгез жауынгерлер, қорғансыз қалың қойға тиіп, қанға құныққан аш қасқырлардай, жұрттың жазықты жазықсызына қарамай түні бойы ойран салды. Таланбаған мүлік, былғанбаған абырой қалмады. Қандай ұрыс болса да ең алдымен бөліншілікке ұшырайтын халық. Бұл жолы да солай болды. Жыламаған бала, боздалмаған ана жоқ. Бұл қырғын тек таң ата ғана толастады. Сөйтіп, Кенесары сарбаздары Ақмола бекінісінің үйлерін тегіс өртеп, қорғанын құлатып, жермен жексен етіп, орларын топырақпен бітеп, кешегі шығыс Сібірдің отаршылық қамалы тұрған жерді тып-типыл етіп, ертеңіне қайтадан Ұлытауға қарай шегінді. Осы жолы Ақмола бекінісін алуда еткен қаһармандық қайраты үшін Кенесары Төлебайды жеке батыр атады. Көп кешікпей Ағыбай, Наурызбай, Бұхарбай жеке батыр бастаған Кенесары сарбаздары Ақтау, Ортау бекіністерін алды. Зеңбірек пен карабинді Аға Сұлтан мен старшынды жеңуге болатынын көрген, әзірге үндемей келген кейбір рулар енді Кенесары ордасына қарай ағыла түсті. Кенесарының абыройда қадірі де артты. Бірақ жан аямас қаталдығы көп елді өзінен үркітті. Алайда соңынан ерген батырлары оны ұлт қаһарманына айналдыруға тырысты. Ал Кенесары өзі болса, аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл дегендей, әлі де ақ патшамен шын белдесіп күресуге күшінің жеткіліксіз екенін жақсы түсінді. Енді ол бұлаң құйрық түлкі қулыққа салып, патша солдаттарымен жата-жастана ұрысып, қазақтың ереуілге қосылмай жатқан басқа руларын өзіне тартуға кірісті. Екінші бөлім, екінші тараудың соңы.